Алла Тағала әдемілікті, әсемділікті жақсы көреді дейді. Қандай дәрежеде жақсы көреді деген кезде, яғни менімен байланысы қандай оның әдемілікті жақсы көргенде деп сұрақ қоятын болсаңыз өзіңізге, құлына қандай да бір нығметтерді берсе дейді, сол берген нығметтері үстінен көрінуін жақсы көреді дейді. Мысалы, сіздің егер айлығыңыз қымбат киім киіп тұрғанға жетсе, мысалы, мүмкін сіз қымбат көлік мінесіз, әдемі көрім, ол проблема емес дейді ол. Ол Алланың сізге бергені. Ең басты жаңа қымбат көлікке сіз мешіттің қасына келдіңіз, немесе жаңағыдай бауырыңыз келіп, ана жерге апарып тастайсыз, болды, бағындырамыз ғой бұны, отыр. Бұл сіздікі, сіз оныкі емессіз. Біз қазір көлікті сатып аламыз да, не үшін сатып аламыз? Сіз көліктікі болу үшін сатып аласыз. Сосын сіздің анау сызып кеткен жерге дейін, бір нетіп кеткен жерге дейін сіз адам танымайсыз. Көрмейсіз адамды, темірді ғана көресіз. Мына жері сызылып кетті ғой деп жаңағындай. Сондай дәрежеге дейін ауру боламыз бұл дүниемен. Сондықтан сіз үлкен машина мінесіз бе, оны бағындырасыз Алла Тағала. Көршіңіз айтуы мүмкін, мысалы, ауылға барайын деп отыр едік отбасымызбен бірге. Көлігім сынып қалса болмай ма? Бүгін шығамыз деп едік. Ме? Осыны істей аламыз ба біз? Осыны істей алмасаң, Алланың құлымыз ба біз? Біз көліктің құлымыз. Дәл сол сәтте көлігіңнің құлысың сен. Қия алмадың оны. Раббың үшін қия алмадың. Ол оны саған сол қиям екен, қимайым екен деп берген ғой асылы. Асылында сол үшін бергенде. Сондықтан ол сіздің қасыңызда жүрсін, оның мініңіз, үстіңіздегі киіміңізді әдемі болыңыз. Бірақ менікі бол деп отыр ғой. Сен кигізіп қоям әдемілеп. Бірақ сен сол әдемі киіммен менікі бол дейді. Сол әсем киімдеріңді, әсіресе мешітке барған кезде ең жақсы киімдеріңді киіп алыңдар дейді. Ана мешітке келгенде киіміңізбен тойға баратқандағы киіміңізде, тойға баратқан киіміңіз әдемі болып қалмасын дейді, мешітке келген киіміңізден. Ең бірінші мен үшін қой дейді әсемдікті, сәнді мен үшін бер деп жатыр. Ана жұма намазына келген кезде пайғамбарымыз соны айтады. Біреулердің жуынып алса, жақсылап хош иістеу болса, киімінің ең жақсысын кисе деп. Қараңызшы. Сосын келіп, ешкімнің арқасынан аттамаса деп ар жағында әдепті қосады. Сонда сол киім, сіз кім үшін сәндену керексіз бірінші? Алла үшін сәндену керексіз. Осыны айтып отыр Алла Тағала. Сондықтан пайғамбарымыз айтады: "Ниъмал малу солих фи яди роджулин солих." Салиқалы ер болса дейді да. Салиқалы ердің қолындағы салиқалы мал қандай жақсы дейді ол. Міне, байлықтан қанша берсе де Алла Тағала, ол Алланың сізге бергені. Бірақ сіз байлықтікі болмаңыз. Байлық сіздікі болсын. Өйткені кез келген уақытта Алла Тағала сізден сұрап қалса, сол кезде Раббым болды деп. Кез келген уақытта жаңағыдай біреу сұрасқан жоқ, болды, апарасылам. Маған көлігіңіз керек болды. Мә, болды. Сіз Аллаға тапсырыңыз. Сіз ана келеді ол, бірден келе алады. Егер сындырып алса қайтесің. Сонда сіз біреуге көлігіңізді беріп атсаңыз бір бауырыңызға, сіз негізі оны ар жағында Аллаға тапсырып жатыр емессіз бе негізі? Сонда сіз Аллаға тапсырып жатқан нәрсеңізде күмәнданасыз ба? Ойлаңыз. Ол соны салып жібереді, болды, ойламаған жер. Немесе жақтан әйеліңіз шыға келеді, ол да әдейі істемейді ол. Ол да шыға келеді, сындырып қоймай екен деп қалуы мүмкін да. Сіз оған айтасыз, сындырып қойса сен барсың ғой, мен дедіңіз болды. Ол күледі де қайтадан асханасына кіріп кетеді.